тәрбие ол тек қана үйде беріліп, кішкентай кезінен, туылған кезінен тәрбиелеу керек. Сонда көп нәрсені өсе адам өзі ары қаратай жасай береді. Біз сол балаларға көңілді аз бөлеміз да, бірақ содан кейін өзімізді оправдать етіп, ой, балалардың қазіргі заманына сай барлығы зумер болып кетті дей саламыз болды. Балалар өте керемет. Мен бір ол жаңағы минус, яғни балалар қазіргі жастар минус деген емес, наоборот, бұлар бір сондай жағдай жасаса, олар наоборот өздері шынымен де жаңағындай шығармашылық бір құлшыныспен өздері шешім қабылдай отырып, өздері осознанно жасайды. То есть бізге енді шынымен де әке шешеміз былай айтып отырды ғой, енді сен былай жаса, былай жасама деген секілді енді. Иә, ол да дұрыс. Мен енді әр жаңа кезеңнің өзінің бір жаңа. Олар енді өмірлік тәжірибесін айтып отырды ғой. Иә, бұлар көп көрді да, қазір бұларда. Бірақ бізде оның барлық айтқан жасаған жоқпыз ғой. Кейбір кезде өзіміздің шешімдеріміз болып кетті ғой. Содан ойлаймыз, ой, былай айтып еді, неге тыңдамадық деп. Сол үшін жастарға жалпы жағдай жасай берсең, бұл кісілерді жаңа шығармашылық шабытын аша алсақ, бұларға бір сондай бір жағдай жасай алсақ, мынау қазақтың да сөздері бар ғой, заманың түлкі болса, тазы болып шал дейді. Атам қазақ бүкіл жағдайларға әдемі қысқа нұсқа сөздермен жауап беріп кеткен ғой. Қазағым жалпы ешқашан көп сөйлемеген, бірақ сөзбен тірілткен, бірақ сөзбен өлтірген. Мысалы, біреу кетіп баратып, танымайсың. Сосын сұрайсың ғой, ана кісі қандай еді, білесіз бе деп. Былай қарайды, ол көргенсіз дейді болды. Сразу бірақ сөзбен уже түсінесің да, ана кісімен уже бүкіл ішкі дүниесін, сыртқы нәрсесін бәрін біліп отырасың. Сол бірақ сөзбен. Сол үшін қазақ вообще біздің ата бабаларымыз неге импровизация болған. Өйткені мына күймен жеткізген, айтыс нәрселермен, былай бетке қарап тік сөйлемеген, сол үшін дымды білмеген дымды білмейді деген көп солар нәрселер, ол сол біздің өзіміздің дәстүрімізден шыққан да. Қазіргі кезде адам аузыменікі деп оттай береді. Мысалы, мен онымен келіспеймін. Әр сөздің өзінің ауыршылығы бар. Біреуге өтеді, біреуге өтпейді, бірақ өтсе қатты өтіп кетуі де мүмкін. Ертең ол адаммен бір нәрсе болса, сен де себепкерсің. Сол үшін мына жақсы сөз жарым жырыс деп әжем марқұм айтып отыратын. Қандай болса да бір жақсы сөзіңді аяма. Ол жақсы сөз ертең күні міндетті түрде сол адамға жұмыс жасайды деп. Ал енді жаман бір нәрсені айта берсең, ол ешқашан оңбайды, өнбейді, солай әртүрлі бітеді сол мәселе деп айтып отырады. Ал құрметті тыңдарман, құрметті көрермен, бүгінгі біздің студиямызда Пайынкаст айдарында қонақта Қазақстан халқына қорының басқарма төрайымы Ләззат Алтынбекқызы Шыңғысбаева, біздің мынау офисіміздағы кішкентай бір студиямызға, бұрышымызға қош келдіңіз. Сіздермен бірлесіп енді қаншама білім саласында жоба жасап жатырмыз. Соңғы рет Қызылорда қаласында осы жобалар жайлы да әдемі бәрін баяндап бердіңіз. Бүгін ғана мына желкенің аккаунтынан сіздің сөзіңізді жігіттер түсіріп алған ғой, әдемдеп. Сөйтіп бүгін жаңағы неге салыпты аккаунтқа. Себебі қарап отыр спикерлардың ішінде Ләззат Алтынбекқызы практически қағазға қарамай бәрін айтып өтті, біз қанша уақыт бойы, и біз риза болдық дейді. Бұл деген шынымен де сіздердің тарапыңыздан, қор тарапынан жобаларға деген сондай бір ықыластарыңызды деп білдік. Енді шынымен де әр жобаға былай щепетильно уайыммен ойланып, жаңағы 7 рет өлшеп, 1 рет кесіп, сондай жобаларды жасап жүрсіздер. Сол үшін біріншіден рахмет айтамын. Біздің шақыруымызды қабыл алып бізге келдіңіз. Оған да шынымен де ерекше алғысымызды білдіреміз. Сол енді сіздер жалпы қор ретінде қаншама жоба жасап жүрсіздер. Оның ішінде білім саласы бар. Сол жайында енді қысқаша бір айтып өтсеңіз, неше бағытта жұмыс жасайсыздар? Біздің де енді көрермендеріміз біле жүрсін, қандай жобалар, сол жайында бір қысқаша айтып өтсеңіз, өзіңіз жайлы, жалпы қордың жұмыстары жайында. Біз енді әлеуметтік саласында барлық 5 бағытта жұмыс жасаймыз. Спорт саласы да бар, әлеуметтік қолдау,
денсаулық, мына мәдениет және де білім. Енді былай қарасақ, бір салаға көптеу көңіл бөлініп кеткендей, енді ол қордың бастамасында сондай шұғыл жағдай болғандықтан ба, қазіргі кезде біз кішкене мына аз бөлініп қалған бағыттарға кішкене көбірек көңіл бөлеміз деп осылай жоспарлап отырмыз. Жұмысымызды сол бағытқа бұрып отырмыз. Мысалы айтып кетейін, 5 саланың ең аз қамтылған мына жобамен бірақ жоба, ол мәдениет. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Халқымызға мәдениетті дамыту саласын біз үлесімізді қосуымыз керек. Мәдениетті халық ол басқаша халық. Білімі де болады, мейірімділігі де болады, басқа нәрселері де болады. Сол үшін қазір мына басқа өңірлерден бізге ұсыныстар түсіп жатыр. Енді мәдениетті біз бастағанымыз сол Батыс Қазақстанда. Ол енді өзімізде ол ой туындап ойлап жүргеніміз қалай, өйткені мәдениетте бізге көптеген ұсыныстар келді, бірақ мына бізде осындай кітап бар, соны аудармасын қаржыландырып берсеңіздер, кейбір адамдар мына осындай менің шежірем бар, осы шежіремді кітапқа басып берсеңіздер, қаржыландырып деп. Соны енді күліп айтқам мен, енді мысалы деймін да, жеке адамның шежіресі өзіне маңызды, терең нәрсе шығар, бірақ енді халықтың ол қандай мәдениетін дамытады, қандай себеп болады. Соны мына Батыс Қазақстанда жүргенде біз енді шалғай ауылда, 2 ауылда 30 үйдей су шайып кеткен болатын 22-ші жылы. Сол кезде біз өзімізге шешім қабылдап, сол үйлерді салып береміз деді. Енді өзіміздің ауылымыздағы, өзіміздің халқымыз далада қалып қалмасын. Өйткені олар айтты, біз қалаға көшпейміз. Әкімшілік тарапынан әртүрлі ұсыныстар болды. Ол кісілер айтады да, біздің малымыз бар. Өзіміздің осы жерде, енді ауылдан кететін адам көшеден көшіп кеткен. Қазіргі тұрып жатқан адамдар, ол ауылды таңдаған адамдар. Содан біз енді бел буып сол 30 үйді салдық. Енді салып болған соң біз міндетті түрде барып, қорытындысы қалай екен, жалпы халқымыз риза ма екен, кемшіліктері бар ма екен. Ол енді құрылыс болған соң әртүрлі моменттер болуы мүмкін. Содан мен мына Батыс Қазақстанның құрылыс басқармасын және де мына подрядчик дейміз ғой, сол кісіні алып бірге бардық. Ол кісілер бірақ айтты, алыс деді, жол бірнеше сағат, жолдың жартысы жоқ деді. Мен айттым, енді айға барсақ та барамыз, енді халқымыз сол жақта ғой деп. Соны барып көргенде, енді біздің халқымыз қонақжайлы ғой, алыстан келген соң, осындай көмек көрсеткен соң үйге кіріп шай ішіңіз деп, сол бірнеше көршілермен шай ішіп отырып, әңгімелесіп отырып, айттым, үйлеріңіз қалай? Ой, мықты. Біз ондай үйді өзімізге сала алмайтын едік. Көрсетіп жатыр да, қарапайым халық. Көрдіңіз ғой, үйімде су да бар, светі, газы бар, ваннасы да бар. Ондай бұндай мықты үй болған да емес дейді. Соны мен айттым, жалпы айтыңыздаршы, қолдарыңыз бос уақытта не істейсіздер дедім. Біз малға қараймыз деді, мал бағамыз. Мен күлдім, мен айттым, барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Ол енді мысалы бұл жерге келмейді, мен өйтіп алдамай қойыңыздар деп. Мен айттым, малдың асты таза болып, қораны тазалап, шөбін беріп, суын беріп, керекті уақытымен ана сиырдың сүтін бәріне реттеп қойсаң болды дедім. Содан күледі, біз қарт ойнаймыз дейді. Мен айттым, қарты деген не? Ойбай, ол бізге вообще жараспаған нәрсе. Мұндай болуы мүмкін емес деп. Енді қараңызшы, ауылда түк жоқ, біз қайда барамыз дейді. Бір ана милицейский пункт деді, фельдшерский пункт, мектебіміз бар ана, әйтеуір болды, басқа ештеңе жоқ деді. Содан мен жол бойы қатты ойландым. Біз сонда ауылда тұрып жатқан халқымызға, ой, дамыңыздар, кішкене ой пікірлеріңіз өзгерсін, бүйтіңдер, сөйтіңдер дейміз, бірақ енді бір нәрсе жасауымыз керек қой. Жасап барып беріп айтуымыз керек.
жақсап беріп жатырмыз, неге дамымай жатсыздар дегендей, иә. Ал жай ғана айта берсек түк жасамай, ол да дұрыс емес. Келіп командамен, қордың командасымен сөйлестім. Осылай кішкене қатты терең ойға кеттім, ойластырайық бір нәрсені деп. Содан ойластырып, біз енді құрылыс жағына қатты кіріспейміз. Өйткені Астанада отырып, Қазақстан бойынша құрылыс жүргізіп жатсаң, еш нәрсені ол контрольға ұстай алмайсың да. Енді ол оңай сала емес қой. Содан ойластырып, тағы бір нысан нелер бар, инфраструктура, қандай? Библиотека, кітапханалар. Содан қарасақ, маған ұнағаны Батыс Қазақстан облысында жалпы 358 ауылдық кітапханалар бар екен. Алғашқысы мына біздің Ресей патшасының кезінде ашылған екен. Солардың барлығы әлі істеп тұр. Бірде-біреуі жабылмаған. Оның мағынасы неде? Халық кітапты оқиды деген сөз. Содан біз айттық, қазіргі тренд формат ол кітапхана тек қана кітапхана емес, барып кітап алып, керекті кезде қайтадан өткізіп дегендей. Қазіргі бізде енді қалаларда комьюнити болып жатыр, басқа формат болып жатыр, барлығының бір интерестерімен. Сонымен бізге енді мықты серіктес керек қой бұл салада. Іздестірдік. Біздің партнерлардан сұрастырдым, басқа кез келген адамдардан сұрап жаттым. Маған айтты, осындай Тана қоры деген бар. Жалпы Алматыда үлкен осындай пространстволарды жасайтын солар деп. Содан айттым, тауып алыңыздаршы интернет арқылы, менің нөмірімді беріңіздерші, сол кісіге жазыңыз. Астанаға келгенде маған міндетті түрде звондасыншы, бір шай ішіп әңгімелесіп алайын, ақылдасып деп. Соны ол кісі келді, Камила деген кісі. Барлығын түсіндірдім, осылай тура айтып бердім да. Ол кісі айтады, Ләззат Алтынбековна, бұл мен үшін енді жаңа сондай вызов дейді да, өйткені мен жасап жүрген ірі қалаларда объектілер. Ауыл аудандарда мен енді барып жасап көрмеппін дейді да. Содан мен айттым, облыс әкіміне барыңыз, сөйлесіңіз. Өйткені мына нысандардың ремонты болмаса, біз ешқандай құрал жабдық жасамаймыз, ешқандай жоба жасамаймыз. Өйткені қирап жатқан жерде не жасасаң да ол ешқашан көрінбейді. Ол бір концепт болу керек та. Содан облыс әкімі ести салып қуанып, онда мен құрылысын ремонтын жасайын. Онда концепт берсеңдер, онда соны күтем. Сол концепт бойынша бәрін жасап берем. Қуанып кетті. 25 библиотека, 24 ауыл мен бір Ақсай қаласы. Соны қосты, енді моноқала деп жарайды, оны да қарастырайық деп. Содан мына Тана қоры ол бізге оператор болды. Ол енді жақсы бір жұмыс жасады олар, серіктестеріміз, өйткені 1 жыл бойы жоба жазды. 1 жыл бойы болғанда 25 кітапхананың шаршы метр көлемі, несі барлығы әртүрлі. Эскиздің өзі 25-ін жасады. Жобаның ішіндегі толықтыру мәселесінің бәрін. Енді біз оны жасайын деп жатқанда су тасқыны болып кетті 24-ші жылы. Одан халық уайымдап кетті. Кейбіреу маған звондады телефон арқылы. Ләззат Алтынбековна, біз осындай кітапхананы күтіп жатып едік. Сіздер мына құрылыс бастап кетіпсіздер үйлердің, судан зардап шеккендердің. Енді сол жаққа біздің қаражат кетіп қалмай ма? Мен айттым, қорықпаңыздар. Ол біз төтенше жағдайға бөлек қаражат, сіздердің жобаларыңызға бөлек қаражат. Деп осы төтенше жағдайды реттеп алып, 627 үйді салдық. Мына 5 өңірде, 21 елді мекенде. Содан қайта кірістік. Содан енді 1,5-2 жылға жуық осы жобаны бітірдік. Бірінші 2 кітапхананы ауылда облыс әкімі айтты. Ләззат Алтынбекқызы, өзіңіз келсеңіз дұрыс болады. Бірге барып, бірге ашақ. Өйткені мен өзім де көргім келіп тұр, қалай болғаны. Ана кітапханаларға барып, комьюнити центр, жаңа клуб деген атты қойдық. Мен басты мақсатым серіктеске қойған. Мен айттым, ол сол жерге ауылдың тұрғыны бүлдіршін ба, бала ма, жасөспірім ба, үлкен кісілер ма, қарт кісілер ма, барлығы бару керек та. Барлық интерестер сол жақта болу керек. Қалай жасаймыз деді. Мен айттым, просто жасаңыздар.
кәдімгідей опрос барып шығып, үйге барып айтыңыздар, мынандай кітапхана бар, ол жерге сіз барсаңыз не үшін барасыз, не болу керек деп. Содан ол кісі келіп күлген. Ләззат Алтынбековна, ауылдың тұрғындары сондай тәтті дейді да, не болып қалды десем, бір әйелдерге айттым, сіздер осы кітапханаға барсаңыздар, не үшін барар едіңіздер, не қойып береді десе, айтыпты, караоке қойып беріңіздерші, ән айтқымыз келеді деп. Мен күлдім де айттым, қойып берейік. Ауылдық жерде басқа барар жер жоқ. Барсын, кешке жақын шай ішіп, әйелдер бірнеше әйел жиналып өлең айтса, одан не зияны бар? Жақсы емес пе? Содан подкаст жазатын студиясын қойдық. Кофе зоналарын. Мына бір кісі айтты, мен өзім жақсы сурет салам, сурет салатын балалар сондай қызығушылық болса, үйретемін. Бір әйелдер айтыпты, бізге мына тігін машинкаларын қойып берсеңіздер жақсы. Өйткені ұлдардың мына ер азаматтарымыздың шалбарын кезектесеп, тігетін машинкаларымыз да жоқ деп. Мен айттым, қойып берейік. Компьютерлар қойып берейік. Интернетті міндетті түрде болу керек. Кітапхананың қорын кәдімгідей қосамыз. Әр кітапханаға 800-ден астам біз мына әлемдегі қазір топ кітаптарды қостық. Осының барлығы мотивационный дейміз, басқа да нелердің барлықтарын қояйық. Өйткені ол жерге барған адам өзіне қызықты нәрсесін тауып алады. Әдемі жерге кірген адам бір кірсе екінші рет қайта барады. Ол мысалы елдің, халықтың өзінің мышлениясын, ойын барлығын жаңартады. Өйткені олар айтады да, ой, осындай керемет деп. Сөйтіп барып ашылуына қатысқанда барлықтар таңғалып айтты. Біз мына клубқа кірсек дейді, өзімізді Астанада жүргендей сезінеміз дейді. Сондай, қандай керемет. Осы жобаны жасадық, қазір енді көптеген сұраныс болып жатыр, бірақ 20 кітапханаға біздің тарапымыздан 700-ден астам миллион теңге біз жұмсаған болатынбыз. Өйткені жиһазы да бар, барлығы бар. Бірақ бұл жерде ең маңыздысы біздің серіктесіміз барлық кітапханашыны оқытады. Алматыға алып барып, мастер-класстарды өткізіп, ең мықты осы комьюнити мәселесін кітапханаларды жүргізіп отырған бізде Казань екен, Татарстан. Олар зерттейді ғой, енді профессионалды түрде серіктестеріміз барлықтар, мысалы әр жобада да бізде. Сонымен айттым, Казаньмен келісіңіз, біздің кітапханашыларға онлайн болса да мастер-класс өткізіп отырсын. Енді мен барғанда біздің кітапханашылар өзінің дресс-код бойынша өздерінің униформалары бар. И айтады, мен бұрын жай ғана кітапханашы болсам, кітапты беріп қойып отыра беретін. Қазір менің рабочий зонам бар. Қазір мен менеджермін деп, сондай керемет. Көп кітапханашылар айтады да, 30 жылда біз өзімізді мемлекетімізге керек екенімізді сездік дейді. Олар жандан тұрып тұр да. Енді ана жерге кішкентай балаларды садиктен алып барады, экскурсия жасайды, мектепте оқып жатқан балалар, прокурорский сотрудниктардың барлығына, акиматовский барлығы барады да. Мына үкіметтік емес ұйымдар қаншама рет маған звондап, зумға да шыққан. Біз ауылдарда, аудандарда да бармыз, Ләззат Алтынбековна, сіз бізді түсінуіңіз керек. Бізде офис жоқ, жиналатын жер жоқ. Мен айтқан барлықтарыңызға офис жасап бере алмаймыз. Юстицияның тізіміне, ресми сайтына қарасақ, 26 мың үкіметтік емес ұйымдар тіркелген. Ол 26 мың үкіметтік емес ұйымға қалай біз офис аламыз? Ол біздің ешқандай қаражатымыз жетпейді. Енді сол жерде біз конференц зал жасағанбыз. Конференц залда қазір үкіметтік емес ұйымдардың барлығы жиналады. Өздерінің отырыстарын өткізеді, барлық ресми нәрселерін, жастар барып слайдтарын жасайды. Ең прям еш нәрсе керек емес деген адам барып ЕГУ-тың справкасын алып алады да, печаттан шығарып, қолына ұстап, риза болып кетеді. Осындай жобалар системалық түрде шешу керек. Ал енді айтайын дегенім мақтанып. Мына өкілетті министрлігінен шықты бізге, ақпарат министрлігінен айтты да, сіздердің жобаларыңыз бар екен, жасап жатқан Батыс Қазақстанда. Біз қазіргі кезде мына нормативтік заңнама мәселелерін өзгерісін енгізіп жатырмыз. Мына кітапханалардың жаңа стандарттарын жасақ дегенбіз. Мен айттым, керемет, бұл жақсы. Жүріңіздер бізбен бірге. Соңғы 25 кітапхананың соңғы екеуін ашамыз. Сол ашылуына барып көріңіздер.
керекті өздеріңіздің әріптестеріңізді жіберіңіздер, олар сол жақта бәрін көріп сол жақта жазып алу керек. Өйткені осы жалпы біз жасаған жоба ол нақты жаңа кітапхананың стандарты. Не үшін айтып жатырмын да, мына заңнамаларға өзгеріс кіргізсе өкілетті министрлік барлық өңірлерге сол жаңа стандарттарды енгізсе, әкімдердің қолында мүмкіншілік болады бюджеттен қаражатты бөліп осы жаңа стандартқа сәйкес барлық кітапханаларды келтіру. Осындай бізде әр жобаның жалпы нәтижесі фонд кірді, жасады, серіктестермен көрсетті, жалпы ол жақсы нәтиже беріп жатыр. Осының барлығын ескірген заңнамаларды өзгертіп, жаңа стандарттарды енгізіп, бұйрықтармен бекітіп, ары қарата бюджет арқылы жүргізу. Осы енді өкінішке орай бүгінге жалғыз ғана мына мәдениет саласындағы жобамыз, бірақ мақтанатындай жоба. Өйткені оны халық күтті, барлығымыз күттік, көптеген жұмыс жасадық, бірақ қазіргі көріп жатқан тек қана ризашылық. Енді мына білім саласына келсек, осы кітапханаға қатысты бір қосып кетсем, бұл енді андай ғой, еркін формат. Былай, кітапхана туралы негізі өте жақсы айттыңыз. Қараңыз, 2 айға жоқ біз недеміз, Ұлыбританиядамыз. Қазір енді жалпы білімімізді дейді ғой, жаңағы білім алайық, көкжиегіміз кеңейтейік деген мақсатта. Қазір Ұлыбританияда 2 айға жоқ сол жақта болдым, кеше келдім. Енді сол жақта қараңыз, біз енді балаларды мектепке орналастыруға қатысты, немесе балабақшаға орналастыруға қатысты бүкіл нәрсені хат жазасын. Акимат, жаңа консул дейді ғой, хат жазасын. Сол хатта берген жауабын айтайын. Осы хатқа сәйкес енді маған акиматқа жауап жазып жатыр ғой. Мынандай құжаттарды жүктеу керек, мынандай сілтеме арқылы. Егер сізге қандай да бір көмек керек болса, кітапханада, мына жердегі біздің консулдың кітапханасына барсаңыз болады. Сол жердегі мамандар сізге барлығын көмектеседі. Сіз айтқан формат, яғни кітапхана деген біздің бұрынғы классикада тек қана кітап алып кетіп оқу ғой. Мына кітапханада Англияның өзінде кітапханаға бүкіл жағдай жасап қойған. Кез келген адам өзіне керек, жаңағыдай ғой, компьютерден бірдеме толтырайын десе, немесе бірдеме сұрағысы келсе, сол бүкіл комьюнити орталық сол кітапхана. Осы форматты біз басында ойластырғанбыз. Өйткені ол жерде кез келген адам өзінің ұнағанын, өзінің іздегенін, жай бір кіріп бір нәрсені ала кетсе де кіріп кету керек. Өйткені бір кірген адам ол қайтадан барады. Сол қазіргі кезде енді қызығушылық болып басқа өңірлерде сұрастырып жатыр. Бірақ мен айтайын дегенім, маған тағы екінші басты мәселе ұнаған, Батыс Қазақстанның ауылдағы халқы тұрақты. Мысалы, енді Алматы облысын алсақ, ол жерде көп ауылдағы тұрып жатқан халқымыз миграциялықта неде жүріп жүреді. Өйткені жұмысқа Алматыға барады, кешке жақын Алматыдан үйіне қайтады, ауылына ертеңгісін таңда қайта кетеді. Ол жерде кішкене басқаша болу керек. Әр өңірдің өзінің бір спецификасы, менталитеті бар, соған қарай реттеу керек. Бір форматты, мысалы, бір размер дейміз ғой, сіздің неңізге қарасақ, пиджагыңызге мысалы да, кофтаңызға. Сізде 46 размер. 46 размердің барлығын тігіп қойып, Қазақстанға таратсақ, оған біреу сүйеді, біреу сүймайды. Соны өйткені мемлекетімізде жасалып жатқан ұсыныстар, президентімізде айтып жатқан ұсыныстар өте көп, мықты ұсыныс. Бірақ оның реализациясында кішкене өңірдің мінезіне, спецификасына, халқына қарай кішкене реттелу керек. Размерлерді сәйкес келетіндей. Сонда ол жақсы қабылданады. Сонда ол жақсы нәтижесін береді. Сондай бірақ жобамыз бар, бірақ енді қазір қызығушылық толып жатыр, басқа өңірлер айтып жатыр. Мен енді бір өңірді айтпайын.
Жақында форумға бардым. Соған бір басқарманың ненің мемлекеттік органның несі келіп маған айтады да, сотруднигі, Мекна, естіп жатырмыз, осы кітапханаларыңыздың жобалары, бізге де кітапхана керек. Мен айттым, жақсы, біз енді қанша сұрастырып жатырмыз, что-то сіздің әріптестеріңіз жалпы иә жоқ деп айтып жатқан жоқ деді. Мен айттым, бірінші ол сөзбен шешілетін мәселе емес, өйткені ол жоба ретінде кіру керек, өйткені біздің өзіміздің тұжырымдамамызға сәйкес ережелеріміз бекітілген, ішкі регламенттеріміз бар. Ол қиын емес, жасаймын деген адам барлығын табады ғой, біздің ресми сайтымызда. Мына заявка дейміз, иә, жобаның енді өзінің несін жазылған нұсқасы да бар, оның барлығын толтырып шығу керек. Ал айттым, жарайды, сіз мына сын ретінде ма айтып жатырсыз, жауабы болмады деп, мен сізден сұрайын дедім, сіздерде облыс бойынша қанша кітапхана деп бір какой-то, мен уже көріп тұрмын, нақты несін білмейді да, цифрларын. Мен айттым, жарайды, жобалап айтты бір цифрларын. Мен айттым, жарайды, енді осы кітапханалардың жалпы оқырмандарының саны қанша дедім. Маған былай қарап қалды, мен айттым, нақты саны болмасын, процент айтыңыз, қанша процент оқырмандар әр ауылдан, мысалы бір орташа деп едім. Ондай цифрларды мен сізге айтуға дайын емеспін дейді. Мен айттым, иә, сұрақ қоюға маған сіз дайынсыз, ал енді мен осы сіздің сұрап тұрған нәрсеңізге өзіңізден сұрап жатсам, сіз дайын емеспін дейсіз. Мен ойлаймын, мына әр жобаның өзінің несі бар. Біз неге, көбісі айтады ғой, неге батыстан бастадыңыз, батыс Қазақстан? Мен айттым, бірақ қана нәрсе, 358 кітапхана, ең алғашқысы Ресей патшасының кезінде ашылған, бүгінгі күнге дейін бірде-бір кітапхана ешқашан жабылмаған. Бұл мықты көрсеткіш. Ең аз дегенде 30, 40, 20% әр ауылда оқырмандары бар кітапханалардың. Неғып оны біз білуіміз керек та, өйткені біздің жобамыз санын қаншаға көбейтті. Ол көбейткен санның ішіндегі қаншасы бала, қаншасы үлкен кісілеріміз бар, оның барлығы жақсы көрсеткіш. Өйткені әр жұмсалған қаражаттың өзінің бір нәтижелері болу керек та. Сонда біз осыны осылай бағалаймыз. Енді осы саланы кішкене кеңейтсек па деп жоспарлап отырмыз. Оның да жұмысы көп, өйткені әр жобаны нақты егжей-тегжейлі қарастыру керек. Ол ертең күні бір жобаны жасап қойып, халық оны пайдаланбаса, ол да дұрыс емес. Қазіргі халыққа үстінен бір нәрсе жасамау керек, халықпен ақылдасып отырып жасау керек. Сұрап айту керек та. Сонда ол халық өзінің интересін айтқан кезде, сен ойланып серіктестермен жақсы жоба жазсаң, ол жеген жоба ары қаратай дөңгеленіп жүре береді. Мысалы, енді қазіргі білім саласында бізде енді жалпы 79 миллиард теңгеге жуық қаражатты жұмсадық жобаларымызға. Бірақ білім саласында біз енді бірнеше бағытта жұмыс жасап жатырмыз ғой. Енді мына барлығы ауыл аудандардың жалпы несі, басым бөлігі сол жақта. Енді бұл басты мәселе не үшін? Мына балаларымыз ауылда оқып жатыр ма, қалада оқып жатыр ма, мүмкіндіктері тең болу керек. Кейбіреу айтады, дарынды бала дейді. Мысалы, біз ондай жобаны жасамаймыз. Дарынды балаларға бөлек. Біз айтамыз, бізге балалардың барлығы дарынды. Бұл әр бала өзінің бір жеке талантымен келеді. Құдай береді ғой, әр пендеге, әр балаға бір нәрсесін береді. Соны аша білу керек. Енді мен айтайын дегенім, мына бізде қалыптасып кеткен әлеуметтік осал топ дейміз да. Ол балалар мына сусын категориясынан деп жатады. Мен айттым, біз үшін мына сусын категория, сусын емес категория, оны қарастырмаймыз. Балаларымыз бізге тең. Өйткені жалпы өзіміздің халқымыз аз ғой. Енді былай қарасаң 20 миллионнан астам ғана.
мен жүрген жерімде айтып жүрем, любой бір шет мемлекеттің бір-ақ қаласы ғой. Біз топтарға бөліп отырсақ, ертеңгі күні ауызбіршілігіміз болмайды. Біз әр түрлі топтарды бұзып тастап, барлығын бірге жасауымыз керек. Бірлесіп жасауымыз керек. Сонда халқымыз ауызбіршілігі мол болады. Енді қараңыз, біз мына ауылдағы тірек мектептердің әлеуетін арттыру деп бастап кеткен болатынбыз. Бұл жерде енді бір ауданда бір мектеп, оның енді біз өзіміз таңдамаймыз. Облыс әкімінің өзінің командасы бар, білім басқармасы. Өйткені ол енді сол кісілердің құзыреттерінде. Мысалы, өзіміздің критерийларымыз бар. Мектептің жалпы балалардың саны 300-ден кем болмау керек. Педагогтарды толық болу керек штатында. Және де мемлекеттік орган әкім тарапынан ремонт жасалу керек. Өйткені біз ремонт жасамаймыз ешқай жерде. Енді біз бұл мектепке 250 миллион теңгеге барлық құрал жабдықтарды алып береміз. Құрал жабдықтар өздеріміз ойлап таппаймыз. Бұл енді бұл жерде басты серіктесіміз Назарбаев зияткерлік мектебі болған соң, солардың методология бойынша, системалары бойынша сол керекті құрал жабдықтардың бәрін алып береміз. Енді ол 30-35 пәндік кабинеттері бар, лабораториялары бар, зерттеу мәселесін жасайтын, мына қосымша білім дамытатын бар, мынандай телестудиялары бар, профессионалдық түрде бәрін. Оларға, қыздарға не жасаймын, немен шұғылданамын, істеймін, барлығы бар да. Бірақ оның барлығын қойып, ол барлық мәселе шешілмейді. Бұл жерде сол серіктестеріміз не істейміз? Олар кіреді, бірінші зерттеп шығады. Мұғалімдердің бүкіл бүгінгі күнге өзінің пәнінің қандай қажеттіліктері бар, қай жерде өзінің пәнінің бір білмей түсінбей жатқан нәрселері бар дегендей. Ол енді болуы мүмкін, барлығымыз адамбыз, Заман тез өзгереді. Олар бірінші барлығын зерттеп алып, қай жерде недостающий моменттер бар, оның барлығын жоспар жасап, сол пробелдарды барлығын толықтыру. Екінші этапта қайтадан зерттеу басталады. Енді толықтырып болды ма, мұғалім барлығын өзінің базовый нәрселерін біліп отыр ма, енді жаңа сол модульдарын енгізу. Не үшін? Барлығын үйретеді мұғалімдер. Мұғалімдер дамып жатса, балаларымыз да дамиды. Енді 3 жылда ол тірек мектебі болу керек. Осы ауданның ішіндегі басқа мектептерге метод орталық болу керек. Жалпы қазіргі күнге осы жылы енді соңғы этап 186 осындай тірек мектеп, әр мектепке 250 миллион теңгеден жұмсалған. Біздің партнеріміздің жасап жатқан үлестерін өздері төлейді. Біз партнерларымызға ешқандай қаражат бөлмейміз. Біз енді нақты осындай твердый дейміз ғой, нақты мәселеге бөлеміз. Өйткені бұл балансқа отырады, ертеңгі күні тексеріледі, барлығы орында болу керек. Енді осы тірек мектеп өзі өңіріндегі, аудандағы барлық мектепке метод центр болады. Модель. Ол бір модель. Бірақ екінші мәселе көтерілген, ол шағын жинақы мектеп. Бізде енді Қазақстан бойынша 5 өңір бар. 5 облысымызда шағын жинақы мектептер саны артып жатқан көп. Ол жерде енді бір мектепте мысалы 100 балаға дейін оқыса, 50-80, кейбір шағын жинақы мектептерде 120, 110, 105 бала дейміз, Енді біз тек қана тірек мектеп жасап, шағын жинақы мектептерді ұмыта алмаймыз ғой. Бірақ ол жерде басқа проблема бар. Мысалы, бір мына пәндік мұғалім 1-2 пәнді жүргізіп отырады, өйткені сағаттар жетпейді. Онда енді көп мәселелер бар, ол енді ешкімге жаңалық емес. Бірақ балалар өсіп жатыр ғой. Балалар бүгін өседі, ертең өседі, оны ешкім тоқтата алмайды. Білімдері күнделікте толық тауып тұру керек. Өйткені олар ертең күні өз жолдарын өздері тауып, ары қаратай өседі, дамиды. Сол үшін біз соған шешім қабылдап,
шағын жинақы мектептерді Ақтөбе облысынан бастағанбыз. 134 мектеп. Енді оның нәтижесі мықты болды. Өйткені әр тірек мектепке 3 шағын жинақы мектепті онлайн түрде қосымша байластырып қойды да. Шағын жинақы мектептерде біз 2 кабинет. Мысалы, ол біреусі цифрлық кабинет, екіншісі лабораториялық кабинет дейміз ғой, мына физика, химия, биология, STEM. Өйткені мына көптеген пәндерді ауызбен түсіндіру мүмкін емес. Оны қолмен көрсету керек, мына құрал жабдықтармен жасау керек. Балалардың фантазиялары сонда дамиды. Сол үшін біз осы 2 кабинеттен жасап шықтық. Жұмысын жақсы көрсетті. Мақтанып айтайын дегенім, Хромтауда президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы іс-сапармен барғанда міндетті түрде кірді. Осы біздің тірек мектебімізге, және де көрді, қалай тірек мектептегі мұғалімдер шағын жинақы мектептерге балаларға білімді дамытып, үйретіп жатқанын. Ол кісі оң баға берді. Оң баға беріп, қуанып қалды. Ол кісі енді балалармен кездескенде, ол кісінің жүрегі елжіреп, сондай нетіп кетеді, түрінен де көрініп тұрады да. Балалардың енді энергетикасы күшті ғой. Содан мына біздің премьер-министріміз Олжас Бектенов мырза, ол кісі Бадамшаға барды, сол Ақтөбе облысында. Ол кісі де маршрутына кіргізіпті, барып көрген тірек мектепті және шағын жинақы мектепті. Содан мына үкіметтік отырысында ұсыныс ретінде, тапсырма ретінде өңірлерге осылай нақты мақсат қойған, жоспарлап, мына басқа өңірлерде осы модельді енгізіңіздер деп. Жалпы бұл жерде біз енді Ақтөбе облысында пилоттық болса 134 мектеп, мына Ақмола облысы, Қостанай облысы, Солтүстік Қазақстан облысы, оларға айттық, жақсы, біз сіздерді қолдаймыз, бірақ біздің мына сіздерге ол кімнің методикасы жақын? Жаңағы мен айтқандай, барлығына бір размер тігуге мүмкін емес. Халықтың әр өзінің менталитеті бар. Мен айттым, халқыңыздың сұранысына қарай, менталитетіне қарай, қабылдауына қарай өздеріңіз таңдаңыздар. Назарбаев зияткерлік мектептің несі бар? Жалпы мына білім инновация мектептердің системалық нелер бар. Өздеріңіз, енді олардың бюджет қой, конкурс жасайсыздар, өздеріңіз қарастырыңыздар. Ол жерге біз кіріспейміз. Бірақ қай мекеме мына мен айтқан білім саласындағы конкурстарыңызды жеңіп алады, сол методикасына қарай біз құрал жабдықтарын алып береміз. Өйткені Назарбаев зияткерлік мектептерінің методикасына құрал жабдықтар кішкене басқаша, білім инновациялық лицейлердің методикасына байланысты құрал жабдықтар да кішкене басқаша. Бізге ең бастысы методика мен құрал жабдықтың нақты сәйкесі болу керек та. Бір білім методикасы былай, құрал жабдық былай, ол ешқандай нәтиже берілмейді. Содан енді 2 өңірде білім инновация мектебі конкурстан ұтып алған, бір өңірде Назарбаев зияткерлік мектептері конкурсын ұтып алған. Қазіргі кезде енді барлық нәрселер құрал жабдықтарын алып беріп, мына 2 білім саласындағы мықты лидерлар дейміз ғой, олар енді қазіргі өзінің жұмысын шаңдатып шаңдатып атқарып жатыр да. Мен өңірге барған сайын міндетті түрде бір мектепке кіріп шығамын. Ауылдағы, аудандағы және де шағын жинақы мектеп. Мына Қостанай облысында болдым жақында. Ол жаққа барғанда Қостанай ауданына кіріп шықтым. Енді алыс болмасын, бір шағын жинақы мектепке кіріп шығайын деп бардым. Ол жерде мына білім инновация лицейінің методикасы бойынша енгізіліп жатқан сол оқыту, құрал жабдықтардың барлығы тұр. Мұғалімдердің көздерін көрсеңіз, жанып тұр.
олардың деген ішіндегі эмоцияларын жарысып маған айтып жатыр. Ләззат Алтынбековна, мына білім саласындағы осындай керемет дүниелерді, керемет білімдерін қазір біз оқып біліп жатқанымыз үйреніп дейді да, біз көп нәрседен қалыппыз. Біріншіден, екіншіден, мынандай құрал жабдықтармен біз көп нәрсені алғаш рет көріп тұрмыз. Біз қызығушылықпен үйрендік дейді да, енді осының барлығын біз сақадай сай дайынбыз дейді. Бірінші қыркүйекті күтіп отырмыз дейді. Біз кіріп келгенде балаларымыздың эмоциясын көргіміз келеді дейді да, өйткені олар келгенде мүлдем басқа мектеп, мүлдем басқа кабинет. Мынандай нәрсемен балаларды енді оқытпау ол мүмкін емес дейді да. Мынандай біліммен, мынандай құрал жабдықтармен біздің балалар олар өздері оқығысы келеді дейді да, өйткені бұл енді қызық қой, қызық дүние дейді да. Соған мен қарап, сондай кезде сондай бір жүрегім елжіреп келеді де ойлаймын, қаншама жұмыс, қаншама талқылау, қаншама жазасың, қанша бәрін реттейсің, уайымдайсың да, нәтижесін осындай көргенде риза боласың. Ойлайсың, барлығы жасалып жатқан дүние бекер емес. Бұның барлығы мықты нәтиже. Енді мықты нәтиже дегенде айтайын дегенім, мына Қазақстан бойынша топ 100 мектебі бар, лидер демекші. Осы топтың ішіне кірген 11 мектебіміз біздің. Ол мақтаныш, өйткені бұрын ол жай ғана қарапайым ауылдағы мектеп болған. Ал қазіргі кезде 100-ке кіріп, мына Орда дейміз, Ниш дейміз, Бил дейміз, соның қатарына кіріп тұрған мектептер. Ол енді одан артық қандай мақтаныш болуы мүмкін. Мысалы, 37 мұғаліміз мына қаншама республикалық деңгейде жүлдегерлер болып жатыр да. 219 баламыз мына біздің жаңағы жасап жатқан мектептерімізден, серіктестерімізбен, олимпиаданың жеңімпаздары болып жатыр. Осының барлығын естіп, біз қуанамыз. Өзімнің балам сол нәтижеге, сол жетістікке жеткенде қуанам да, өзім ойлаймын, менің балам бұрын бір нәрсе мақтанып айтса, мен солай қуандым ба, қуанған жоқпын ба деп есіме алып қоям да, өйткені бұл біздің ауылдағы жаңа импульстар. Жаңа осы әлеуметтік теңдесу, әлеуметтік әділеттік деген сөз. Өйткені ауылдағы тұрып жатқан тұрғындарымыз бүгінгі күнге заманына сай нәрселерден қалып қалмау керек. Барлығы қай жерде тұрсаң да, бүгінгі тренд болып жатқан нәрселер тұрып жатқан жерінде де болу керек та. Сонда біздің сана сезіміміз дұрыс болады. Жасаған ісіміз ретімен болады. Дамимыз, өйткені ойбай елден қалып қалмайық, бізде барып көрейік, үйренейік деген сондай ой пайда болады да. Жасың нешеде ол маңызды емес. Қандай уақытта, қандай жасқа келсең де үйренсең, ол ешқашан кеш емес. Соны осындай жобаларымыз қазір нәтижелері көп. Мына енді шағын жинақы мектеп, ол енді кішігірім ауылдарға. Жаңағы тірек мектептер, ол енді аудан орталығына. Бірақ білім саласында өңірлерде басқа да проблемалар бар. Мысалы, толықтай мектептер, ол жерде енді баланың саны да жетіп жатыр, артып жатыр. 200 мендіктер де бар, білеміз. Мына педагогтіңдер де санының барлығы жетіп жатыр. Бірақ оларға тірек мектеп жасау мүмкін емес, ол кімге тірек болады, мысалы. Иә, енді әрғай жасындағы мектептердің барлығы 1500-2000, 3000 бала бар, мысалы деймін да. Ал енді шағын жинақы мектептері жоқ өңірлері бар. Осы жерде қалай болады дегенде, мына Алматы облысы әкімі бізге осындай ұсыныспен шыққан болатын. Бізде мына Алматы облысы бөлінгенде, мына Қонаев орталығы болды. Бірақ енді жақындағы аудандардың, енді бұрын ол Алматы облысы орталық Талдықорған болды. Енді мынау шет аудандар болып қалған болатын дейді да. Содан инфрақұрылымдық бар дамыған нәрселер Жетісу облысына орталығында қалып қалды. Соған мына мектептерімізге кішкене көмек керек. Бірақ бізге өзіміздің
халқымыздың сұранысы бойынша қазір мына конкурс өткіздік. Бізде білім инновация лицейлері мектептерін өздері конкурстан ұтып алып, осы солардың білім системасын енгізгенге біз дайынбыз дейді да. Бірақ бізде осы құрал жабдық мәселесі қиындау. Ремонтын да жасаймыз деді. Содан біз айттық, жарайды. Онда 50 мектептен 3 кабинет, физика, химия, биология. Біз осындай неге модельге келіскеніміз, өйткені енді физика, химия, биология, мен өзім ұлым биылда оқыды білім инновация лицейлерінде. Енді бұл мына осы пәндер ең мықты маған ұнайтын, мысалы деймін да, және де балалардың осы пәндер арқылы жақсы нәтижелерін көрсеткен олимпиадниктер ғой. Енді биылдың барлық шәкірттерін білеміз, балалар шығып жатқан қыздардың. Содан айттық, осы 3 пәнді онда көрейік. Жақсы физика ол керек нәрсе, ертеңгі күні бір технический профессия, инженерный мышление дейміз. Биология ол енді жаратылыстану барлық нәрселер содан басталады дегенде. Химия ол енді ол да керек нәрсе, ертеңгі күні химик, биолог бола ма, медик, врач бола ма, барлық нәрсеге ол керекті нәрсе деп, базовый мықты білім болса, ары қаратай бала өзі өсіп кетеді да, дамып. Содан келістік, 50 мектепте 3 кабинеттен 150 кабинет. Уайымдадық, бұл өйткені жаңа жоба болды біз үшін. Бірақ енді нәтижесін көргенде қуандық. Өйткені ана күні де біздің бір директор мектебі келіп айтты, біздің балалар осы 3 пәнге ешқашан бармайтын да, қатыспайтын да, қызықпайтын да дейді. Енді дейді да, осы 3 кабинеттен балаларды қуып шығара алмайсың. Өйткені осы 3 пәннің арқасында олар олимпиадник болып жатыр. Сондай керемет нәтиже болады деп өзіміз де сенген жоқпыз дейді. Өзіміздің жобамыз, өзіміздің мектебімізде жүріп басталып жатты дейді. Мен директормын ғой дейді, мен қарап жүрдім дейді. Енді қазір барлығын көріп, мен ойладым, осы балаларға керекті нәрсе осы екен ғой. Біздің мұғалімдер де басқаша болып кетті дейді. Содан ана күні спикеріміз болды ғой конференциямызда. Оны да айтып кетемін енді соңында. Бірақ ол кісі айтты ғой, жай ғана ауылдағы мектебіміз болды, қазіргі кезде біз гимназия статусын алдық дейді. Ол енді өте мықты нәтиже. Ол нәтижелер аз уақытта болып жатқан нәтижелер. Ал енді қараңыз, жыл сайын ол дамитын нәтиже, өйткені ол ары қаратай дөңгеленіп өсе береді, өңе береді. Сол үшін мына Қарағанды облысы сол жобаны естіп үлкен бір ұсыныс жасады. Енді Қарағанды облысында 86 мектеп. 86 мектепті осы оларда конкурс жариялап, билдің методологиясы өтіп, енді біз 86 мектепті 3 кабинеттен құрал жабдықтарын жасап бердік. Кішкене уайым болды бізде. Өйткені Алматы облысының халқы және де Қарағанды облысының халқы өзіміздің барлығы бір Қазақстан ғой, бірақ кішкене ментальность кішкене айырмашылықтары бар. Мен ойладым, кішкене көбірек орысша сөйлейтін өңір ғой. Биыл енді біздің мектептеріміз ол барлығы қазақша, қалай болады екен деп уайым болса да біз кірістік. Өйткені енді өздері сұрастырды, өздері бастады, біз енді қолдадық. Жарты жылдай үндемей тек қана отчеттарын сұрап отырдық. Оборудованиеміз құрал жабдықтар келіп жатыр ма, қойылып жатыр ма, барлығы дұрыс болып жатыр ма, үйретіп жатырсыздар ма дегенде, осылай енді бір сондай сұрақ, неден отчетностьтарды сұрап отырамыз ғой біз. Әр заманда, әр уақытта. Содан бізге биыл сол басшылар айтты, біз мына Астанада қаншама жобаны бірге серіктес болып жасап жатырмыз. Соны енді бізге келіп көрсеңіздер, нәтижесін, қорытындысын екі облыстың талқыласақ, екі облыстың өкілдері де келе жатыр, өздері де айтқысы келеді деп. Біз енді ол кезде басшылықта Жәмішев мырза болды, мен енді орынбасары болдық. Келе жатып уайымдап жаттық, қалай қазір не айтады екен деп. Кіргенде отырғанда, ой, маған ең ұнағаны,
мына білім саласындағы білім басқармасының өкілдері айтады. Біздің халқымыз Қарағандыда дейді, ол өте білімді халық. Заңды оқып, содан келіп шағымданады дейді да. Шағымдағанда мына заң, мына статьясы мынандай, бүйтіп солай нетіп айтады дейді да. Олар жай ғана ұрысып келмейді дейді да. Осындай заң бәрін біліп алып, енді басында біз бәріміз уайымдадық дейді. Бірақ қарасақ, халқымыз да басқаша кішкене болып жатыр, балаларымыз да өзгеріп жатыр. Соңында айтайын дегенім дейді, мына білім инновация лицейлерінің мықтылығы тәрбие. Білімнен бөлек тәрбие. Олар балалармен тәрбие жұмысын өткізіп, балалар үйіне келіп ата-анасын тәрбиелейді екен дейді да. Ой, мен күлдім. Сондай риза болдым. Қазіргі кезде уже келіп ұрыспайды бізбен ата-аналары. Уже айтады, иә, көріп жатырмыз, біздің балаларымызға жағдай жасалып жатыр. Біздің балаларымыз келіп үйге бізге осылай айтады, үйретеді дейді. Соған градус төмендеді дейді. Өйткені бір қатты накалда градус тұрған болады дейді да, қазір градус төмендеді дейді. Біз соған ризамыз дейді. Қазіргі мына жоба бізге енді бұл тек қана білім нәрсесі емес, білімде дамып жатыр. Бірақ осы балалар арқылы қалай олар ата-аналарына осындай әсер етеді, осындай неде влияние етеді, нетеді деп, өздері таңғалып, біз Болат Бердімеш екеуміз бір-бірімізге қарап риза болдық қой. Содан осындай жобалар енді екі облыста болып реттеліп жатқанымен, бірақ енді біздің Қазақстанымыз кішкентай ғой, жаңа айтқандай басқа өңірлер естіп бізге шықты. Осылай бізге де осы жоба ұнап жатыр. Қазақстан халқына көмектессеңіздер. Мен енді мына осы жылға жоспарлап жатқан бірнеше өңір бар, бірақ айтайын дегенім мына Жамбыл облысын міндетті түрде қолдайық дедім. Өйткені мына білмеймін енді, бір енді себептері бар шығар, бірақ мына Жамбыл облысында кейбір кезде көптеген мына негативті әлеуметтік желіде оқып жатқан мына оқиғалар жүрегіме батады. Өйткені балаларымыз бар, кейбір кезде бір төбелесу болып жатады, артта қиын ауыр жағдайлар болып жатады, басқа да мәселелер болып жатыр деп, мына буллинг мәселесі. Содан ойлаймын да, мына осындай облыстарға кішкене сол жобаларды енгізейік. Кішкене ол жерде де мүмкін енді таза ниет қой. Мүмкін ол жобаларда мына ниет жақсы болған соң кішкене градус төмендеп, позитивный бір нәрселер шыға ма дегендей. Өйткені әр жобаның өзінің бір жақсы нәтижелері болып жатыр. Сондай мәселелер бар, қарастырып жатсақ. Енді бұл өте сондай білім саласына мен ойлаймын, ешқашан еш нәрсе аямау керек. Өйткені кім білімге қаражатты, күшті аяп жатса, мен ойлаймын, ол мемлекетте ешқашан даму мәселесі болмайды. Өйткені білім арқылы мына тәрбие де арқылы барлық осы жақсы нәтиже беріледі. Мына тағы бір айтып кетейін дегенім, бізде Қазақстан бойынша 99 арнайы мектептер бар, мемлекеттік, мына ерекше балаларымызға арналған. Оның енді номер бірінші бізде Астанада екен, жаңа мектеп. Біз қалған 98-і өңірлерде, облыс орталықтарында көп емес, аудандарда, ауылдарда бар екен. Енді ол салаға спецификалық бір нәрселері көп қой. Соны ол қандай болу керек екен деп, сол біз директордың телефонын тауып, звондап, мен айттым, есімім осылай, Қазақстан халқына қорының, мен енді басқарма төрағасының орынбасарымын. Біз сізге бір күні келсек, ыңғайлы ма сізге? Біз мына сіздің мектебіңізді көрейік дегенбіз. Өйткені бізге айтты, номер бірінші ең мықты мектеп осы арнайы мектеп деп. Жас жігіт екен, жақсы маман.
білікті, сондай бізді қарсы алып, бүкіл мектепті көрсетті. Мына кабинет мынандай, бұл жерде мынандай логопедтер, мына жерде мынандай, мына құрал жабдық, мына құлақтары нашар еститін, естімейтін балаларға, мынау көздері нашар көретін, көрмейтін балаларға деп барлық құрал жабдықтарды бәрін көрсетіп, бізге бәрін түсіндіріп берді. Қандай оқу процестеріне көмек көрсетеді, қандай нәрсе керек болу керек, барлығын. Мына көріп алып, енді білдік. Содан 98 мектепті біз директорлерін Зумға шақырып айттық. Осылай біз Қазақстан халқына қорымыз. Біз сіздерден заявканы күтеміз. Сіздер бізге керекті құрал жабдықтар жазыңыздар. Біз сіздерге жоба ретінде жазыңыздар, бірақ біз сіздерге міндетті түрде көмектесуге дайынбыз. Ерекше балаларымыз қалып қалмау керек. Олар да біздің жаңағы айтқандай біз бөлмейміз ғой, ерекше бала ма, ерекше емес па, бірақ қоғамның бір бөлігі олар қалып қалмау керек. Біздің әр баламыз даму керек. Соны жарайды деді. Бір уақытта осы ұсыныстарын, заявкаларын жібергенде, көргенде мен құлақ қалсалдадым. Диван дейді, кухонный бір сервис, чайный дей ма, бір телевизор бір нәрсе. Содан мен айттым, қайтадан жинаңыздар ана кісілерді. Содан Зум арқылы айттым. Мен түсінбедім. Сіздер неге диван сұрап жатырсыздар? Диванды ол не үшін керек диван? Қонақтарыңыз келгенде отыратын диван ба? Оны енді мемлекет тарапынан алыңыздар. Оны әкімшіліктің несінен, бюджетінен болу керек та. Біз сіздерге өздеріңіздің арнайы мектептің спецификасына қарай осы баланың мысалы лингафонный кабинет пе, қандай не керек, соның құрал жабдықтарын айтып жатырмыз. Бұндай керек емес, ол спецификасы ғой. Бала сол арқылы даму керек та. Содан бірнеше эксперттерді тартып, осы саладағы барлықтармен ақылдасып, әйтеуір бір нелерін құрал жабдықтарын реттеп, бүкіл 98 мектепке алып бердік, 1-2 кабинеттен жасап. Енді бір директор айтады, барғанда мен көрдім ғой, бәрін көру мүмкін емес, бірақ бір өңірге барғанда мен айттым, міндетті түрде кіріп көріп шығуым керек өзім. Барсам ана кісі күледі. Ләззат Алтынбекқызы, сіз білесіз ба, Зум өткізгенде мен ойладым, не қор ол, бізге қашан кім көмектесіп еді? Бұл кісілер сұрайды да қояды. Біз оны біз сондай неге қараған жоқпыз дейді, ол действительно болатынына дейді. Бір күні кіріп ұйықтап жатсам, маған телефон шалып жатыр біреу дейді. Алло десем, біздің охранник. Не болып қалды, барлығы дұрыс па десем, ана жерде фура тұр, воротаны ашыңдар, құрал жабдықтар келді деп айтып жатыр. Қазақстан халқына қорының дейді. Мен тұра қалып жүгірдім дейді. Киіндім ба, киінген жоқпын ба білмеймін, барсам үлкен фура дейді, іші толған құрал жабдық. Мен ойладым, мынау не деген керемет, Қазақстан халқына қоры жай айтпай жасайтын адамдар екен ғой деп. Соған риза болдым. Барсам, мынаны қараңыз, мынау былай, енді біздің балаларымыз мынаумен былай жасайды, мынаны былай тыңдайды дегенде мақтанып айтып жатыр да. Соған айтады, ал енді Ләззат Алтынбековна, мына сұрап жатқанда не керек дегенде, біз бәріміз сасқалақтап қалдық біріншіден, екіншіден сенбедік дейді. Өйткені біз қаншама сұраймыз, бюджеттен бәр жерден бізге бөлмейді дейді, еш нәрсе, ештеңке бермейді. Кейбіреу 30-50 жыл ештеңке алмаған дейді. Қазір өкінеміз. Сұрап жатқанда анау да керек, мынау да керек, спортзал да керек деп айту керек еді деп. Сонымен мен айттым, енді осы этаптағы керекті нәрселерді алып бердік. Әлі де Құдай бұйырса, енді қордың қаражаты толықтап жатса, екінші этапта жасау мүмкіншілік бар. Бірақ бізге басқа да жұмыстарымыз, басқа да жобаларымыз бар. Сіздер осыны реттеп алыңыздар. Өйткені мына құрал жабдықтардың барлығын қайлай пайдалану енді біздің серіктестеріміз сіздерді үйретіп жатыр. Осының нәтижесін көрсетіңіздер. Балаларымыздың, ерекше балаларымыздың мықты нәтижелерін көрсетсе, сөз береміз, тағы екінші этапқа қосамыз десем, барлығы риза. Соны екінші этапты күтіп жүр енді. Оны енді өзімізге сондай жоспар қойғанбыз, енді көреміз. Жаңағы айтқандай ниетімізге қарай болар деп. Енді былай қарап жатсақ, бізде мына білім саласында
тағы өзіміздің президентіміздің ұсынысы болған, жазғы демалыс болу керек, балаларымыз демалу керек, лагерьға кішкене ол да жақсы ғой. Содан енді жазғы демалыс ол баланың көп нәрсесін ашады, дамытады, ол да кішкене көзқарасы өзгереді дегендей, дос пайда болады. Содан біз оқу ағарту министрлігіне айттық, біз өзіміздің шартымыз бар. Біз жыл сайын 10 мың, 20 мың баланы жіберіп отырамыз. Лагерьлерді, мықты лагерьлерді таңдаңыздар. Қаражатын төлейміз лагерьге. Бірақ мына балаларымыздың барлығы ауылдағы мектептегі оқып жатқан балалар болу керек. Неге? Бір Астанада журналист маған ренжіп, ол кісі айтады, жалғызбасты анамын, 2 балам бар. Менің де балаларым лагерьға жіберейін десем, оның енді менің өзім алып отырған жалақыма жібере алмаймын дейді да. Сіздер неге шектеулі қойып қойдыңыздар? Неге тек қана ауылдағы балалар дейді. Мен айттым, сіз ауылдағы жағдаймен қаланың жағдайын салыстырмаңыз. Сіз мына демалыс күні 2 балаңызды алып киноға бара аласыз дедім. Айына 1 рет хотя бы. Енді айына 1 рет бір кафеге барып, бір пицца жей аласыз дедім. Ауылдағы балалар қайда барады? Олар енді ауылдан шығып көру керек. Ауылдың сыртында да осындай нәрсе бар екен ғой. Осындай достарым болады, осындай мен ашылуым керек, осындай болуым керек мықты дегендей. Сол үшін біз осындай өзіміз шарт айттық, тек қана ауылдың балалары. Сонымен енді 2-3 жылда 50 мыңнан астам баланы жібердік. Тағы енді айтайын дегенім, мына бізде білім гранттары бар, ол жоғары оқу орындарында. Бұл жерде де біздің өзіміздің критерийларымыз бар. Ол енді балалар ауылдың мектептің түлегі болу керек, өзінің мүгедектігі бар, немесе енді үйіндегі бір адамның кәмелетке толмаған баланың тағы бір мүгедектігі болса, ол білеміз барлық ауырсыздық осы балаға тиеді, өйткені барлығы бюджеті де қаражаты да сол балаға, ерекше балаға жұмсалады. Сол үшін біз айттық, мына осындай критерий, бірақ Қазақстан бойынша біз енді жоғары оқу орындарының тізімі бар, бекітілген. Бекіткенде біз қандай, енді ең бастысы, ол жоғары оқу орнының мына госгранттың иегері болу керек та, сол. Неге? Өйткені олардың енді квалификациялары бар ғой, соған сәйкес келу керек, сонда ол госгрант ала алады, сол вуз, жоғары оқу орны. Ол енді тұрақты жоғары оқу орны, ертең күні жабылып қалмайтын дегендей, әртеуір біздің түскен баламыз 4 жыл оқып шығу керек та, өзінің дипломын алу керек. Енді біз стипендиясын төлеп отырмыз, ай сайын 40 мың теңге. Бірақ кім қандай мамандыққа бару, оны таңдамаймыз, өздері таңдасын. Басында бізге де айтқан, неге сіздер өздеріңіз айтпайсыздар, технический мамандар, бітірген соң өңірде 5 жыл жұмыс істеу керек дегендей. Біз айттық, жоқ. Көмек, ол көмек болу керек. Ары қаратай ол маман өзі таңдау керек. Керекті маман жақсы, өздеріңіздің өңірлеріңізден тырысып, сол маманды тартыңыздар өздеріңіздің өңіріңізден. Ол сіздердің жұмыстарыңыз ғой, әкімшіліктің, қоғамның дегендей. Сондай, енді сол жобада бар. Қазіргі кезде мен айтайын дегенім, мына жасанды интеллект. Бұл енді жоғары оқу министрлігімен жасап жатқан Саясат мырзамен бірлесіп, 2-ші жобамыз, біріншісі Курсера болған. Ол жерде де көптеген сынақ болған. Бірақ ол сынақтарға біз әрдайым дайынбыз. Өйткені ол Курсера енді 11 мың ең мықты мына курстар бір платформада. Жақсы оқитын, ағылшын тілін білетін жастарымыз оларға енді оңай. Кірет, тіркелет, бір определенный ступендерін өтеді, арғата тегін тіркелуге де болады дегендей. Ал енді біздің жастарымыз ауылда, ауданда оқып жатқан, енді ағылшын тілінде еркін сөйлейтін, жазатын, ондай енді саны соншама артып жатқан жоқ қой. Бірақ нақты қазақша сөйлейтін, ана тілінде сөйлейтін балалар қалып қалмау керек. Оларды білу керек, оларды кіру керек, оларды мүмкіншілікті көріп шығу керек та, пайдаланып. Содан министрлік тарапынан бірнеше серіктестер болды. Енді біз тек қана лицензиясын алдық.
40 мың лицензия, ол енді нарықтағы баға емес. Біз Курсераға Америкаға шығып, тікелей шығып, біз айттық, бізге арнайы баға керек, өйткені бұл қайырымдылық жоба. Келісті. Басқа серіктестер барлық курстарын қазақшаға аударам деп өздерінің үлестерін қосты. Ал енді Саясат мырза, біз сіздер көмектесіп кіргізіп бастап берсеңіздер, ары қаратай біз бюджет арқылы жүргізе береміз деді. Сөзінде тұрды. Лицензиямен пайдаланды. 93 енді жоғары орындары бар. 25 мына өңірлік басты сондай лидерлар. Енді жоғары оқу орындары. Бірақ айтайын дегенім, Саясат мырза келіп өзінің отчетін өзі бізге көрсетіп, доклад жасап, сол моментте қалай мақтанышпен айтты. Біздің біраз студенттеріміз өздерінің істерін ашып, кәсіпкер болып кеткен. Сол Курсераның курстарының арқылы. Енді тағы бір маған ұнаған нәтиже, ол жерде мына мұғалімдер өздерінің курстарын салуға мүмкіншіліктері бар. Бірақ конкурсы қиын, барлығынан өту керек. Бірақ бірнеше мұғаліміміз конкурстан өтіп, өздерінің курстарын сол жерге рұқсат алып, жүктеп енгізген, және де біраз қаражат оларға түсіп отыр енді. Сол Курсераның платформасына. Ол деген жақсы нәтиже ғой. Содан мен айтайын дегенім, енді екінші жоба, ірі жоба, осы жасанды интеллект. Енді Пол Ким деген керемет бір әлемдегі деңгейдегі эксперт бар. Ол енді жасанды интеллекттің темасында жүрген сарапшылар барлығы білет ол кісіні. Ол кісінің осы Қазақстанға шақырған болатын Саясат мырза, командасымен келіп, біз біреудің лицензиясын алмаймыз. Бізге Қазақстанға өзіміздің менталитетімізге, өзіміздің мінезімізге сәйкес сондай продукт керек та, жасанды интеллект жаңағы. Соны Пол Кимнің командасымен барлығы бастады. Біз қазіргі кезде 160 мың осы жасап жатқан жобаның лицензиясын қаржыландырып, 27 өңірлік қазіргі флагманский айтамыз ғой, жоғары оқу орындарымен, олар да серіктес, олар да осы жобада қатысып жатыр. Солар арқылы 160 мың студент, аспирант, докторант, мұғалімдер барлығы қатысады. Бірақ бұл жерде біз айттық, басты бірнеше саланы қояйық. Мына АПК дейміз, мына ауыл шаруашылық саласын, водный ресурсный, су ресурстары, және де мына тағы да бірнеше біз қазір енді инженериялық бизнес нелерінде президентіміз айтып жатыр ғой, соның барлығы басты мәселе болып енгізілу керек. Өйткені қазір тест салынып жатыр, АЭС салынып жатыр, барлығы нәрсе салынып жатыр, бірақ мамандарды дайындауымыз керек қазір. Соны қазіргі кезде бастап кеттік. 160 мың ол енді бастамасы. Айтады ғой, какой-то критический минимум, да? Солар арқылы біз нарыққа 160 мың жасанды интеллекті де жақсы пайдаланатын мамандарды жібереміз. Енді олар арғатай оқытады, арғатай дамиды. Демекші, бұл осы жоба, мысалы, ол бастамасы, арғаратай енді барлығы жүріп жақсы болып жатқанда министрлік тарапынан бюджетке алынады. Өйткені ол бірнеше этаптан тұратын жоба, үлкен жоба. Қазір енді президентіміз айтып жатыр ғой, жасанды интеллект, Айсана, Әлем-ай, осының барлығы қазіргі мына әлемдегі ең трендтік мәселе. Біз осы лидерлардың қатарына кіруіміз керек. Осының барлығын біз қазір өзіміздің үлесімізді қосып жатырмыз. Бірақ мен айтайын дегенім, президент өзінің үндеуінде айтып қалды, жасанды интеллект мектептерден басталу керек деп. Соны мен айтып жатқаным, 3,5 жыл бұрын Қазақстан халқына қоры құрылған сәтінен мына ауылдағы, аудандағы мектептерге неғып басым бөлігін бұрды.
Өйткені қазіргі кезде жасанды интеллектіні қаладағы мектептерге енгізу оңай болады. Интернеті де бар, ішіндегі барлық құрал жабдықтары бар. Сонда аудандағы балалардың мектептегі интернеті жоқ болса, құрал жабдықтары жоқ болса, қалай жасанды интеллект болады? Қазіргі кезде мен айтайын дегенім, біздің мына 186 тірек мектептеріміз, 134 мектебіміз шағын жинақы мектептер, ауылдағы, кішігірім ауылдағы. Қазіргі 3 өңірде жасалып жатқан 156 шағын мектептеріміз бар. Мына 86 Қарағанды облысында, 50 мектебіміз Алматы облысында. Қазірде бірнеше бізде өңірде дайындалып жатқан жобалар, осының барлығы жасанды интеллекті мектепте ауылға дейін енгізу жақсы, мықты инфрақұрылым болып тұр. Дайын, площадка дайын тұр. Дайын. Соны айтып жатырмын да, президентіміз қазір айтып жатыр, біз ойлап жатырмыз да, қандай керемет, қандай жақсы болды, біз оның жұмысының барлығын 3-4 жыл бұрын бастап кеткеніміз. Қазіргі оны бастамаса қатты өкініште болатын едік. Жаңа сіз айттыңыз ғой, неге ауылға осы көбірек бөлім бөліп жатыр да, көңіл бөліп жатыр Қазақстан халқына қоры қаражатты да, неге білімге? Өйткені барлығы білімнен басталады. Соны жаңағы айтып өтіп, осыны өзімнің президентіміздің мына жолдауында, үндеуінде, өзінің жоспарында, қойып жатқан мақсаттарында біз тура келе жатқанымызға өзім қуандым. Өйткені қазіргі ауылдағы балалар қаладағы балалармен жасанды интеллекті тең бірдей бастап, бірдей мүмкіншіліктері енгізіліп, тең сондай алаң болады да, сол инфраструктураны өзім ризамын, және де серіктесімізге ризамыз. Өйткені оның барлығын біз жасай алмайтын едік өзіміз. Оның бізде штатымыз да жоқ, мүмкіншіліктеріміз де жоқ. Ал енді осындай мықты серіктестерімізбен атқарып жатқан жұмысымыз әлі көптеген керемет нәтижелері әлі алдыда күтіп отыр. Осыны енді жаңа сізге сөз бермей өзім айтып жатқаным эмоциямды беріліп. Жігіттер де таңғалып шығар, өзі ең ұзақ подкаст болайын деп тұр ғой дейді. Жалпы не ғой, білім саласында жүрген, жұмыс істеп жүрген кісілер жалпы ұзағынан сөйлей аламыз ғой негізі. Бірақ мен одан ұзақ сөйлеп кеттім ба? Тамаша, мен жаңа арасында бір сұрақ қояйын деген, бірақ сұрақтардың бәріне жауап алып жатырмын. Мысалға, жалпы енді сіздер қорға келген кез келген жаңағы қалай дейді, жобаны өтінім ретінде жібереді сіздерге. Өтінім деген сөз енді өтіну деген сөзден шығып тұр ғой, өтініш. Соншама өтініштер келеді. Ойлаймын, сіз соны шаршамайсыздар ма деп, мысалға да, енді қаншама өтініш келеді, өтініш. Өйткені өтініш ешқашан таусылмайды. Таусылмайды. Өтініштердің де айырмашылықтары бар. Соны ойлап қоямын, жаңа сіз айттыңыз ғой, мен ауылға барғанда балалардың, мұғалімдердің көздері жанып тұрғаннан, мен солардан жаңағыдай бір энергия алам, сол жасап жатқан қаншама еңбектің бекер емес екенін түсінемін деп, керемет шынымен. Мен ауылдан Астанаға келгенде өзім жанып келем. Содан энергиям бітіп баратқанда мен айтам, бір өңірге барып, бір жобамызды көріп келейін, энергия жинап келейін халқымыздан деп. Солай енді айтайын дегенім жаңағы өтінімдер, ол енді жеке тұлғалардан да түседі, және де осы компаниялардан да түседі, осы серіктес кандидат дейміз ғой енді, сондай компаниялардан. Бізге бірінші айтайын дегенім, ол жобаны мен көрмеймін. Ол жоба бізге электрондық форматта түседі. Барлығына тең мүмкіншілік. Бізде мына жоқ, мынау бірінші қарастырамыз, мынаны екінші қарастырамыз емес. Ол неғып электрондық форматта түсу керек? Өйткені уақыты көрсетіледі, күні көрсетіледі. Сол кезеңмен былай тұрады. Енді ары қаратай ол қалай жылжиды? Бізде қорымыздың ішінде мына жоба мен бағдарламалардың екі орталығы бар. Біреусі денсаулық пен әлеуметтік қолдау, екіншісі бізде білім, спорт және де мәдениет саласы.
Оның ішінде тағы қосылған мына төтенше жағдай мәселесі. Енді ол жиі болмаса да, Құдай сақтасын, бірақ енді ол келіп қалған, болып қалған мәселеде біз міндетті түрде өзіміздің реакциямызды беруіміз керек та. Сондай. Енді олар бар, және де бізде бірнеше сарапшы комитеттеріміз бар. Сарапшылар, олар енді бізде штатты тыс, олар ешқандай жалақы алмайды. Біз оларға өте ризамыз. Өйткені осы әр салада өздерінің енді жұмыстарын жасап жүрген кәдімгідей тәжірибелері мол адамдар. Олар тегін қатысады, жобаларды қарайды, және де сарапшы ретінде өздерінің ой пікірлерін қосады, протоколға енгізеді, қолдарын қояды. Иә, қолдау керек, жақсы, мынау әлеуметтік мәселені шешеді, осындай нәтиже беруі мүмкін, осындай мықты нелер спецификаларын қарастырылған, андай деп. Немесе жоқ. Бұл жоба тұрақты емес. Жалпы бұл қордың деңгейінде шешілетін мәселе емес. Оның немесе мемлекет өзі шешу керек, немесе бір кішігірім қор жасау керек дегенде өздерінің ой пікірлері бар. Ол біз үшін өте маңызды. Өйткені жан-жақты қарастырып, жан-жақты мына ой пікірлерді жинастырғанда, мына толықтай картинаны көріп отырасың да. Өйткені тек қана менің шешімім емес, ондай болмау керек. Енді барлық аналитика болады. Және де біздің сол орталықтар тек қана сол келген мәселені оқып қою емес, керекті запростар жасайды мемлекеттік органға, керекті запростарды жасайды, жетпей жатқан ақпаратты толықтырады да. Мысалы, мына өңірден келді ма, сол өңірде осы мәселенің мынандай цифрларын көрмей тұрмыз, сонда сіздер статистикаңыз бойынша қалай, ол ауылда тұрғын қанша, тағы бір нәрсе, барлық керекті ақпаратты жинап алады, барлығын толықтырады. Енді басқарма төрағасы мен болып, менің орынбасарым бар, және де мына атқарушы жобалардың курация жасап отырған бізде тағы әріптесім бар. Үшеуміз отырғанда барлық әріптестеріміз жиналып, бірге талқылаймыз. Бірге қарастырып, қаншама плюстары бар, минустары бар, бірінші устойчивость, қаншама баллы бар жиналған, қандай ой пікір, кімде қандай протоколда қаншама дауыс жиналды, бәрін қарастырамыз да. Содан шешім қабылдаймыз, я жұмысқа аламыз. Жұмысқа алмасақ, міндетті түрде сол жерде барлықтардың ой пікірлерін жинап, біз жауабын жазамыз. Міндетті түрде жібереміз. Мына жоба тұрақты болмаса, біз кіріспейміз. Өйткені күннен күнге, жылдан жылға бір жобаны алып, жетелеп, оны жүргізіп, қаржыландырып отыра алмаймыз. Екінші мәселе, ең бастысы, екі мәселе ғой. Бірінші, тұрақтылық болу керек, тұрақты жоба болу керек. Екіншісі, ол бір адам емес, бірнеше адам емес, системалық түрде осы әлеуметтік мәселені шешу керек. Өйткені бұл жерде жасадық па, мысалы, пилоттық болсын, жоқ, былай осы өңірде жасадық па, қалған өңірлер өздеріне масштабтай беру керек та. Сондай масштабталатын мәселе болу керек. Соны да қарастырамыз. Енді үшінші, ол да керекті басты мәселе, мына өтінімді берген өзінің уже серіктес ретінде кандидат қылып ұсынып отырған осы компания болғанда, енді бізде жалпы қор немесе үкіметтік емес ұйымдар ғой, өздері қаржыға тәуекел болмау керек та, өздерінің нақты екі аяқты тік тұрған не болу керек та, серіктес. Өйткені ертең серіктес өзінің административтік, әкімшілік жұмыс қаржыларын өтемесе, командировочный бармаса, өзінің үлесі болмаса, ол уже серіктес емес қой. Біз ешкімнен ешқандай услугасын төлемейміз. Сол үшін біз оны да қарастырамыз. Және де міндетті түрде өзіміздің базаларымыз бар, қарап шығамыз, мына налогтар төленіп жатыр ма, штаты бәрі дұрыс па, ешқандай анандай айтып жатырмыз, енді Құдай сақтасын, бір заң бұзушылық бір нәрселер болып жатқан жоқ па, мына аты барлығы дұрыс па дегендей. Өйткені біз енді Қазақстанда ең ірі қорымыз, мысалы деймін да, енді
қоғамда қоғамдық қор. Қоғамдық қордың арасында ең іріміз. Мысалы, екінші біз енді жай қор емеспіз. Бізді ұсынған да президентіміз. Жалпы мына ірі бизнесқа өңдеу жасап қаражатты да тартқан біздің президентіміз. Ертеңгі күні бұл үлкен жауапкершілік қой. Ол серіктестің де бүкіл авторитеті жалпы тек қана жобаға емес, бізге де ертеңгі күні тиетін нәрсе. Сосын жан-жақты қарап шығамыз. Бұл жерде бізде орыстар айтады ғой, нет права на ошибку деп. Бізде қателесуге ешқандай шанс, мүмкіндік жоқ. Өйткені бізде жасаған жұмысымызға алған жобаны серіктес болып келіскен серіктесіміз барлығы мықты болу керек. Осындай мәселелер ең бастысы қарастырылып жатқан. Бірақ ең соңғы айтайын дегенім, біз оның барлығын реттеп шығамыз. Барлық жұмысты жасап шығып, ең соңында бізде қамқоршылық кеңесіміз бар. Қамқоршылық кеңесін енді 10 шақты осы біздің Қазақстанда беделді азаматтарымыз, тәжірибесі де мол, авторитеттері де мол, мына қоғамда белсенді істерді атқарып жүрген сондай айтамыз ғой, зиялы қауым, иә. Ол кісілердің енді соңғы шешімі. Өйткені Zoom арқылы өтсе де, қамқоршылық кеңесінің отырысы мына потенциалдық түрде қарастырып отқан серіктесімізді қосамыз міндетті түрде. Олар өйткені бізде ашықтық, олар есту керек, көз құлақтарымен, өз көздерімен көру керек. Ол жерде регламент бойынша мен ғана жобаны қорғаймын. 10 адам 10 сұрақ қойса да, 10 сұрағына барлығына нақты жауабын беруім керек. Цифр болса цифр, қаражат болса қаражат, статистика болса қандай мәселе, оның барлығына жауап беріп, олар қанағаттанса, дауыстарын беріп, ашық түрде және де протоколға шешімдерін жазады. Сол протоколға бекіткеннен бастап жобаның жалпы басталуы сонымен бітті. Сол үшін мен барлықтарына түсіндіремін. Ешқашан мен басқарма төрайымын деп айтып жатады енді әртүрлі. Мен ғана шешем, мен жобаны білем. Кейбір болады, телефонмен звондап ақылдаса салайық дейді да. Мен айтам, ой, сіздер білмейсіздер, бізде ішкі регламенттарымыз өте сондай детализированно бары жазылған. Өйткені бұл қоғамдық қор болған соң, қоғамның алдында үлкен жауапкершілік. Бұл жерде барлығы нақты, ашық, бекітілген, барлығы жазылған, бүкіл бизнес процесі көрсетілген, барлығы сондай болу керек. Басқаша бұл жеке қорым емес, ренжімеңіздер деп барлығына түсіндіріп айтып жатамын. Енді нақты айтқанда жалпы солай. Рахмет. Шынымен біздің бүгін қалай дейді, кейбір мен енді өзім бірнеше подкастта жүргіздім ғой енді. Кейбір нелерде сразу ортасынан кірісіп кетіп сұрақтар қоюға болушы еді дегенде ғой. Бірақ енді толыққанды мәселені ашып жауап бергеніңіз үшін былай сөзіңізді бөле беріп не жасағым келген жоқ. Мәдениеттен бастап білімнің бүкіл жаңағы жобаларын барлығын толыққанды ашып бердіңіз деп ойлаймын. Енді тыңдармандар әркім өзінің жаңағы көкейінде жүрген сұрақтарының жауабын алды деп ойлаймын. Сізге енді шынымен де айтып тұрмын ғой, жасап жатқан жобаларыңыз өте ауқымды, көп, күрделі. Мәдениет саласында да енді шынымен де жоба енді кітапханадан бастадық дедіңіз ғой. Тағы да енді басқа сәтті жобалар жасайсыздар деген үміттеміз. Себебі енді кез келген елде жаңағы мәдениеттен басталады ғой. Белгілеген жаңа бізге енді елде туризмімізді дамытамыз деп жатырмыз. Ол туризм қалай дамиды? Біз мына жердегі ол туристерді қарсы алып жатқан адамдардың барлығы мәдениетті болса, олар өздері келеді. Иә. Сол орайда енді сіздерге шынымен де сәттілік тілейміз. Иә. Білім саласында жобаларыңыз шынымен де білім саласы бірденнен нәтиже көрсетпеуі мүмкін, бірақ ол ұзақ мерзімде салып жатсыздар инвестицияны. Сол инвестицияңыз жаңағы еселеп қайтады деген
үміттеміз. Сол сізге рахмет. Құрметті көрермендер, тыңдармандар, бүгін подкастымыз енді өте шынымен де ерекше, былай сұрақтар, білім саласындағы керемет ауқымды жобалар туралы ақпарат алдық. Сол біздің арнамызда бізбен бірге болыңыздар, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы пайдалы ақпаратты жаныңыздағы жақын адамдармен бөлісуді де ұмытпағайсыздар. Рахмет. Иә. Сізге рахмет. Жақсылықтың жаршысы болайық.